Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы басталды. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Қазақстандағы жануарлар дүниесі. Оқу мақсаты: тұтас және аралас мәтіндердегі ақпараттарды салыстыру. Тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдау. Перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру. Бірінші тапсырма: берілген кестені толтырыңыздар. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз баяндауыш. Баяндауыш дегеніміз бастауыштың ісін, қимылын білдіріп, сөйлемдегі ойды тиянақтайтын мүше. Баяндауышқа тән белгілер: сөйлемдегі негізгі мүше, құрылым жағынан бастауышқа бағынышты, етістік, зат есім, сын есім, тағы басқа сөз таптарымен келіп, жіктік тұлғада қолданылады. Сөйлемдегі қалыпты орны, сөйлемнің соңы, логикалық предикатпен сәйкес. Екінші тапсырма: баяндауыштың жасалу заңдылығын ескере отырып, сөйлемдер құрап жазыңыздар.